Автомобильсіз күн һәм автомобильсіз хәпте акциялары өткеріледі. Парманға бола 2026 жыл 1 майдан һәр айдың 10 һәм 25 сәнелерінде автомобильсіз күн, автомобильсіз хәпте акциялары өткеріп барылады. Бұнда осы акциялар шеңберінде мемлекеттік құрал қызметкерлері тарапынан қызмет автоматты транспорт құралларынан пайдалану қатаң қадаған етіледі. Осы сәнелер жұмыс күнлеріне туыры келгенде айдаушылардың іс хақысы сақлап қалынады. 2026 жыл 1 августтан Trade-in бағдарламасы шеңберінде ескірген автотранспортларды тапсырған физикалық һәм юридикалық шақсыларға жаңа транспорт құралларын сатып алу үшін автокредит процентінің бір бөлігі қаплап беріледі. 2026 жыл жұмағына шекем экологиялық транспорт системасы шеңберінде Ташкент қаласының аймағы қызыл, сары һәм жасыл зоналарға ажыратып шығарылуы тәмінленеді. 2026 жыл 1 апрелден шаң бораңларының алдын алу үшін Сурхандария һәм Сырдария уәлаятларында жасыл диуалларды құру басланады.